Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы екі санын қосу және азайту. 34-ші сабақ. Бүгінгі сабақта екі санын қосуды және азайтуды орындап үйренесің. Екінші тапсырмаға қарайық. Екі санын қосуды және азайтуды есіңе түсір. Мысалдардың қалай құралғанына назар аудар. Бізге түсіну үшін сары және көк жолақшалар берілген. Бірінші бір сары жолақша және екі көк жолақша берілген. Барлығы 3. 1 мен 2-нің қосындысы және 2 мен 1-дің қосындысы. Екеуі де 3-ке тең және 3 пен 2-нің айырмасы 1-ге тең. Яғни 1 бұл сары жолақшаның саны, 2 бір көк жолақшаның саны. Енді 2 мен 2-нің қосындысы 4-ге тең. 2 мен 2-нің қосындысы 4-ге тең. 4 пен 2-нің айырмасы 2-ге тең. 3 пен 2-нің қосындысы 5-ге тең. 2 мен 3-нің қосындысы 5-ге тең. 5 пен 2-нің айырмасы 3-ге тең. 4 пен 2-нің қосындысы 6-ға тең. 2 мен 4-нің қосындысы 6-ға тең. 6 мен 2-нің айырмасы 4-ге тең. 5 пен 2-нің қосындысы 7-ге тең. 2 мен 5-нің қосындысы 7-ге тең. 7 мен 2-нің айырмасы 5-ге тең. 6 мен 2-нің қосындысы 8-ге тең. 2 мен 6-ның қосындысы да 8-ге тең. 8 мен 2-нің айырмасы 6-ға тең. 7 мен 2-нің қосындысы 9. 2 мен 7-нің қосындысы 9. 9 пен 2-нің айырмасы 7. 8 пен 2-нің қосындысы 10. 2 мен 8-дің қосындысы 10-ға тең. 10 мен 2-нің айырмасы 8-ге тең. Дәптерімізге қосу кестесін жазып аламыз. Есіңде сақта. 10 санының құрамы 2 мен 8 және 8 пен 2. 9 санының құрамы 2 мен 7 және 7 мен 2. 8 санының құрамы 2 және 6, 6 және 2. 7 санының құрамы 2 мен 5, 5 пен 2. 6 санының құрамы 2 мен 4, 4 пен 2. 5 санының құрамы 2 мен 3, 3 пен 2. 4 санының құрамы 2 мен 2. 3 санының құрамы 2 мен 1 және 1 мен 2. 2 санының қосу кестесін жаттап аламыз. Екінші тапсырмаға қарайық. Сандардың құрамын айт. Азайтуға мысалдар құрастыр және жаз. 6 санының құрамы 2 мен 4. Енді мысал құрастырып қарайық. 6 мен 2-нің айырмасы 4-ге тең. 6 мен 4-тің айырмасы 2-ге тең. 7 санының құрамы 2 мен 5. Яғни 7 мен 2-нің айырмасы 5-ге тең. 7 мен 5-тің айырмасы 2-ге тең. 8 санының құрамы 2 мен 6. 8 пен 2-нің айырмасы 6-ға тең. 8 санының құрамын жазамыз. Және 8 пен 6-ның айырмасы 2-ге тең. Үшінші тапсырмаға қарайық. Есепте сан кесіндісін қолдан. Досыңнан тексеруін сұра. Балалар, 8 пен 2-нің айырмасының қалай орындалатынын мұқият қарайық. 8-ден 2-ні азайту үшін 8-ден алдымен 1-ді азайтамыз, 7 болады. Тағы да 1 санды азайтамыз, 6 болады. Сонда 8 пен 2-нің айырмасы 6-ға тең деп жазамыз. 8 азайту 1, азайту 1 тең 6. 9 пен 2 санның айырмасына қарайық. 9-дан 2-ні азайту үшін 9-дан алдымен 1-ді азайтамыз, содан кейін тағы да 1 санды азайтамыз. Сонда бізде 7 болады. 9-дан 1-ді азайтамыз, одан 1-ді азайтамыз, 7 болады. 4 пен 2 санның қосындысына қарайық. 4-ке 1-ді қосамыз, 5, тағы да 1-ді қосамыз, 6. Сонда 4 пен 2-нің қосындысы 6-ға тең. 4, 1, 1 сандарының қосындысы 6-ға тең. Дәптерімізге жазып аламыз. 3 пен 2-нің қосындысы 5-ке тең. 3-ке 2-ні қосу үшін 1-ді, тағы да 1-ді қосамыз. Ал 10 мен 2-нің айырмасы 8-ге тең. Балалар, 4-ші тапсырманы өз бетімізбен орындаймыз. Ол үшін бізге кітаптың бетін сызғышпен өлшеу қажет болады. Алдымен жолақтарды өлшеп аламыз, содан кейін оны 2-ге арттырамыз және 2-ге кемітеміз. 2-ге арттыр деген сөз, сол санға 2-ні қосамыз деген сөз. 2-ге кеміт деген сөз, сол санға 2-ні азайтамыз деген сөз. Мысалы, бірінші тұрған жолақ 5 сантиметр деп алып көрейік. 5-ке 2-ні қосамыз, 7 шығады, және 5-тен 2-ні азайтамыз.
3 шығады. Дәл осылай келесі тапсырмаларды да орындаймыз. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар балалар.